Баршаңызға қайырлы күн, құрметті менің көрермендерім. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай дәмі де түрі де керемет салаттың рецебімен бөлісетін боламын. Ендеше аяғына шейін көріңіздер, ұнаса лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Бізге керегі капуста және қызылша. Үлкен көлемдегі капустамыздың жартысы мендегі, және бір қызылшамыз. Капустаны осылай төрт бұрышты майдалау бөліктерге бөліп, барлығын турап аламыз. Енді қызылшамызды аршып, жуып, жұқалап, төрт бұрышты бөліктерге бөліп турап аламыз. Міне барлығын дайындап турап алдым. Ыдысымызға саламыз. Капусталарымыздың да араларын аршып саламыз. Және 5-6 чесногымызды да аршып, жұқалап, турап қосатын боламыз. Енді ыдысымызға су қайнатамыз. 1 литр суды қайнаған соң 2 қасық ас қасықпен тұз қосамыз. 1 қасық шекер қосамыз. Және де 1 шай кесе сұйық май қосамыз. 2 ас қасық уксус қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Енді капусталарымыздың үстіне укроп қосамыз. Жаңағы қайнатқан суымызды ыстықтай капусталарымыздың үстіне құятын боламыз. Барлығын бір араластырып, бетін жауып, жылы жерге 5 сағатқа қойып қоямыз. 5 сағаттан кейін капустамызды бір қозғап, тоңазытқышқа қойып қоямыз. Осылай күнде бір ашып қозғаймыз. Мендегі 1 күннен кейінгі көрінісі осылай болды. Күнде тұрған сайын капусталар қызарады. Міне дәмі де, түрі де керемет болды. Ұнаса лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, және де каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.